Құрметті жамағат, Аллах Тағалаға бойұсыну жолында Аллах Тағала бізді кейде молшылықпен сынайды. Молшылықпен сыналған кезімізде біздің бойұсынуға қарай киетін киіміміз шүкірлік деп аталады. Яғни біз сол молшылықта Аллах Тағалаға шүкір етеміз. Оның қызығын өзімізде көреміз. Оның қызығын пақырларға да, міскіндерге де, әртүрлі мұқтаж жандарға да көмектесеміз. Яғни осы шүкірлік киімі жаңағы молшылық болғанға дейін жалғасады. Және осы молшылық кезінде біздің Алла Тағаланың әміріне разылығымыз ол молшылықтың өзі бір жанға, нәпсіге ұнайтын нәрсе болғаннан кейін оңай жүзеге асып жатады. Яғни разымыз, Тағала бізге молшылық берді. Ал енді Аллах Тағала бізді кейде таршылықпен сынаған кезде біздің бойұсынуымыз сабырлық деген киімді киеді. Ол киімді кимесең де киесің. Өйткені сабырлықтың төменгі деңгейі көну жүзеге асады. Өйткені біз ол жағдайды өзгерте алмаймыз. Аллах Тағала ол жағдайды белгілі бір мерзімге дейін әкелген. Алайда сол таршылық келген кезде де Алла Тағалаға разы болу деген күйді жасай алуымызды Аллах Тағала қалайды бізден. Яғни сонда біздің жағдайымызға қарасаңыз, Аллах Тағала бізді жақсылықпен сынаса да разымыз, нәпсіге ұнамайтын нәрсемен сынаса да разымыз. Міне осы күйімізді бір қалыпты қылуды Аллах Тағала қалайды. Өйткені ар жағында ол сізді жаңағындай бір таршылықпен сынаған кезде, ол оның сізге деген білімі келген. Ол сіз білмейтін нәрсені біледі. Сол себептен оны жіберген. Менің біліп жүрген нәрсем тек сол молшылық еді. Яғни мен ойладым, сол молшылық маған жеткілікті жақсылық шығар деп, шүкір етіп жүрдім деп. Алайда Аллах Тағала ол молшылықтан гөрі таршылықтың мен үшін жақсырақ екендігін білді. Және де сол білімі арқылы жаңағы таршылықты ұйымдастырды. Тіпті сондай бір таршылық болмаса да, мысалы, бақшамыздағы бір өсіп тұрған бір 10 шақты ағашымыз 3-4 жыл болды жеміс беріп жатыр. Сөйтіп, тағы да солай болады деп ойлағанымда, келесі жылы жеміс бермей қалды. Міне сол жеміс беруі де ол бақшаның, жеміс бермеуі де бұл Аллах Тағаланың әмірі. Осы әміріне мен жеміс берген кезінде қалай разы болсам Аллаға, жеміс бермеген кезінде де разы болуды үйрену керекпін. Өйткені осы арқылы сіз Аллах Тағаланың білімін паш етесіз. Аллах Тағаланың даналығын ұлықтайсыз. Разысыз, және сол разылығыңыз арқылы Аллах Тағаланың махаббатына қол жеткізесіз. Әйтпесе, құрметті жамағат, біз өзіміздің ойымыздағыдай болса екен деген жағдайға үйренісіп қаламыз. Аллах Тағала ондай нәрсені бізге қаламайды. Өйткені жаңағындай молшылық келген кезде мен разы болдым Аллаға. Бірақ не үшін разы болдым? Өйткені менің ойымдағыдай болды, нәпсіме ұнайтындай болды. Мен сол себепті разы болдым. Ал енді Аллах Тағаланың қалауы, даналығы, білімі, жаңағының жеміс бермей қалуын қалаған кезде, солай шешкен кезде мен разы болмай қалдым. Міне, разы болмай қалдым, өйткені менің көңіліме жақпай қалды жағдай. Сонда ақиқат менің көңіліме еретін болса, онда ол ақиқат бола ма? Қашан менің көңілім ақиқатқа ереді? Міне сол арқылы менің иманым, Аллаға деген мұсылмандығым кемелденеді. Әйтпесе, мысалы, Аллах Тағала кезінде Исраил ұрпақтарын қаншалаған пайғамбарлар жіберіп сынаған еді. Оларға әрдайым бір пайғамбар келген кезде, және де ол пайғамбар Аллах Тағала тарапынан олар үшін жақсы болатын нәрсені сөйлеген кезде, олардың сөйлегендері олардың көңілдеріне жақпай қалды. Міне олардың көңілдеріне жақпай, өздерінің көңілдерін елші сөйлеп тұрған нәрседен артық көргендіктен, неге біздің көңіліміздегідей болмайды? Аллах Тағаланы өздерінің көңілдеріне қарай ерткісі келеді. Солайша елшіге наразылық танытады.
сол елшінің сөйлеп жатқан әмірлеріне наразылықтары қандай іске апарды дейтін болсаңыздар, сол пайғамбарлардың көпшілігін олар өтірікке шығара салған. Қараңыз, көңілдеріне жақпағаны үшін өздеріне келіп тұрған елшінің ақиқат екенін біле тұра, Аллах тағаланың ақиқат екенін біле тұра, елшінің сөйлеп жатқан бұйрықтары хақ екендігін біле тұра, көңілдерін үстем қылып, жаңағы елшілерді халықтың арасында өтірікке шығара салған. Онымен қоймай, кейбір пайғамбарларда көңілдеріне жақпағандық үшін ғана өлтірген. Сондықтан да олардың күллісінің ар жағында пайғамбарлар деген аталары болса да, небір пайғамбарлардың тұқымдары болса да, Аллах тағаланың қарғысына ұшырап кетті. Өйткені Аллах тағала адамның осы көңілін сынайды. Сен өзіңе ұнаған кезде ғана разысың ба Аллаға, әлде саған ұнамай қалған кезде де разысың ба? Міне қашан бізге ұнамай қалған кезде жағдай разы бола алсақ, біз Аллах тағала Алланың әмірін түсініп жымия алсақ, міне тура жол қайда жатыр, құрметті жамағат. Алла тағалаға разымын деген сөзіңіздің ақиқаты осы күйде көрініс табады, құрметті жамағат. Қашан біз Аллах тағалаға осындай сынақтарының кезінде, жазмыштағы сынақтарының кезінде разы халді ұстана аламыз, адамның жүрегіне тыныштық ұялайды, қуаныш ұялайды. Біз көп адамдар біле бермейтін жаңағы сынақтың артындағы нәрсені көре білдік, сезе білдік.